Қазіргі таңда кесарево сечение дейді. Әйел адам босана алмайған кезде әлемде 21% осы отаны қолданады екен. Жалпы тарихқа үңілсек, ежелгі грек аңыздарында былай деп жазылады: Дионис пен Асклепий құдайлары анасының ішінен кесу арқылы алынған деп. Ежелгі Римда біздің заманымыздан 7 ғасырда Нуму Помпилио деген патша заң шығарады. Ол заңда былай дейді: анасы босана алмай көз жұмса, ішінен кесіп, нәрестені аман алып қалуға тырысыңдар деген. Тағы бір деректер бойынша Юлий Цезарь патша да кесарево жасалып дүниеге келді дейді. Мына қызықты қараңыздар. 1580 жылы Швейцарияда Яков Нуфер деген фермер өзінің босана алмай жатқан әйеліне кесарево арқылы баланы да әйелінде аман алып қалды десе, бұдан 200 жыл бұрын 1380 жылы Прага қаласында Иоанна Люксембург Беатриса графинясын босана алмай жатқан кезде кесу отасы жасалған. Бұдан герцог Венцель Люксембург туылған деп айтады. Қазақ даласында да медицина қатты дамыды. Сол заманның өзінде Өтебай Тілеуқабыл деген шипагер босана алмай жатқан әйелдерге кесу арқылы ота жасап, нәрестенді анасында аман алып қалған. Бұл туралы кезінде Қытайдан аударған деректерінде Мичуриннің еңбектерінде жазылған. Өтебай Тілеуқабыл деген кім? Ол кісі Шығыс Түркістан кәрі Қытай жерінде тұрған. Арғы Албан руының атақты Елса бидің немересі. Өтебойдақ аталуының себебі өмір бақи үйленбеген. Ол өзінің өмірін тек қана осы емшілікке, шипагерлікке арнаған. Өзінің кітабында да былай жазады: өмірімнің бәрін осыған арнадым. Менің балам, бұл менің кітабым шипагерлік баян деп айтады. 1460 жылдар шамасында Әз Жәнібек хан билігі тұсында өмір сүрген. Жиренше шешеннің досы Өтебойдақты апарып Әз Жәнібекпен таныстырады. Сонда оның емшілігінің кереметтігін көріп, Әз Жәнібек хан оған кітап жазу тапсырады. Міне осыдан шипагерлік баян еңбегі жазылды. Өтебойдақ тамыр ұстап ауруынға диагноз қойып отырған. Өкінішке орай ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан бұл еңбек кезінде Мао Цзэдунның мәдени революция тұсында көптеген кітаптар өртелді. Бұл кітаптың тек 1/4 бөлігі ғана аман алып қалып біздің заманымызға жетті. Өтебай Тәуіптің кереметтігі ол емшіліктің ең жоғарғы 24-ші деңгейін алған адам. Оған Қара Өзген деген шипагерлік атағы берілді. Кеудесінде жаны бар адамды тірілтіп алатын. Сонымен қатар оба, чума ауруының вакцинасын ойлап тапқан. Сол заманның өзінде шприцтің түрлерін ойлап тауып ауырған адамдарға прививка жасаған деп баяндалады. Білгенге маржан.